Бүгін біз сіздермен онлайн сабақ кезіндегі параметрлермен танысатын боламыз. Мысалы, бүгін 20 қаңтар, сізде бірінші сабақ ана тілі болатын болса, сіз сол уақытта, көрсетілген уақытта осы жиналысқа өтесіз сабаққа. Ол үшін присоединиться батырмасын басасыз. Конференцияға қосылмас бұрын, мұнда алдын ала ашылатын настройканы міндетті түрде тексеріп алыңыздар. Ол үшін өзіңіздің видеокамераңыз қосылды ма, микрофоныңыз қосылды ма, компьютердің дауысы қосылды ма, осының барлығын тексеріп аласыз. Және егер де сіз өзіңіздің фоныңызды көрсеткіңіз келмесе, өзіңіз отырған жердің, онда сіз мына жерден фоновый фильтры деп өзіңіз қалаған фонды қоя аласыз. Одан кейін присоединиться сейчас деп басасыз. Міне сіз сабаққа өттіңіз. Мұнда мен отыруым керек тұғын, сондықтан мен видеоны сөндіре тұрайын. Сіз міне оқушылармен байланысқа шықтыңыз онлайн сабаққа. Енді жоғарыдағы параметрлерге қарайық. Бірінші параметр, бұны бассаңыз, сіз барлық сабаққа қатысып отырған оқушыларды көре аласыз. Мұнда оқушылар жоқ болғаннан кейін кейбір параметрлер көрінбей тұр. Сондықтан да айта кеткен жөн, егер оқушыларыңыздың микрофоны қосылып, тым шулап кетсе, сіз барлық оқушының микрофонын бірдей өшіре аласыз. Ол оқушылар қосылған кезде шығады. Отключить все микрофоны деген батырма болады мұнда. Соны басып өшіріп қойсаңыз болады. Одан кейін оқушылардың сабаққа қатысқанын тексеріп, уақытыңызды алмаңыз. Сіз сабақтың ортасында участники деген жердегі 3 нүктені басып, скачать список посещаемости деп басып алсаңыз болады. Ол сізге компьютеріңізге жүктеледі. Кейін сабақ аяқталғаннан кейін сіз оқушылардың белгілеп аласыз. Одан кейін оқушыларда микрофонға доступ болады, тақтаға доступ болады. Басқа доступ оларда болмайды. Одан кейін екінші параметр бұл чат. Сіз оқушыларға сұрақ қойдыңыз делік, оқушылар шулап жан-жақтан микрофонды қосатын болса, жаңғырып кету мүмкін. Сондықтан сіз белгілі бір оқушылардан сұрауыңызға болады, немесе чатқа жаза қойыңыздар десеңіздер, балалар мұнда сұрақтың жауаптарын жазады, сіз қарап отырасыз. Келесі параметр бұл оқушылардың білдіретін реакциясы. Балалар сабаққа дайынбыз ба, қолымызды көтерейік, немесе бір оқушы сабақ айтқаннан кейін олар бірден кері байланысын беріп отырса болады. Келесі параметр бұл переговорной комнаты. Яғни өткен сабақта есіңізде болса, сіз алдын ала оқушылар топқа бөлемдеп комната жасаған болатынсыз. Мұна жерде сіздің жалпы оқушыларыңыз тұрады, және сіз құрған 5 топ тұр. Міне, оқушылар қазір жоқ болғаннан кейін топқа бөлінбей тұр. Ал сіз барлық оқушыны топқа бөлу үшін назначить участников деген батырманы басасыз. Оқушылар отырған уақытта мұнда барлық оқушылардың тізімі шығады. Сіз сәйкесінше оларды белгілей отырып, топтарға бөліп, одан кейін назначить деп басасыз. Егер артық топ болса, мұнда өшіре аламыз, немесе топтарды қайтадан жасақтауымызға болады. Тағы да топ қосуымыз керек болса, осы жерден бірден қосып отырамыз. Келесі батырма бұл қосымша қажетті батырмалар. Бұл жерде сіз сабақты жаза аласыз. Сабақты сіз алдын ала жазып қоямын десеңіз, барысын начать записьті басып қоясыз сабақ басталмастан бұрын, және біткеннен кейін міндетті түрде сөндіруді ұмытпаңыз. Одан кейін мұнда режим вместе деген функция тұр. Бұл функция оқушылардың барлығы сабаққа қосылған кезде жанады. Бұл жерде сіз не істей аласыз? Осы жерден сәйкес фонды таңдай отырып, сіз оқушыларды мектептегідей бөлек-бөлек парталарға орналастырсаңыз болады. Бізге негізгі керектілері осы. Одан кейін камераны қосу сөндіру, микрофонды қосу сөндіру, оның барлығы бізге таныс деп ойлаймын. Келесі бір функция, ол сіз сабақты қалай өтесіз. Бұл өте маңызды. Демонстрация жасайтын кезде өзіңіздің экраныңызға сіз осы батырманы басасыз. Және таңдайсыз. Сіз өз экраныңызды көрсеткіңіз келіп тұр ғой балаларға. Мұнда экранды тек қана слайдты көрсететін болсаңыз,
только контент деп бассаңыз болады. Немесе сіз көрсетіліп жатқан материалдың жанында өзіңізді де көрсетіп қойғыңыз келсе, сәйкесінше мына функциялардың біреуін таңдап алсаңыз болады. Одан кейін таңдап өз экраныңызды ашасыз. Мына экран дегенді бассаңыз, сіздің бүкіл экраныңыз алдыңыздағы компьютердегі оқушыларға көрінеді. Енді, егер де сіз оқушыларға сабақтың барысында бейне сабақ көрсететін болсаңыз, YouTube'дан немесе өзіңіздің жазған, онда міндетті түрде мұнда добавить звук компьютера дегенді басып қойыңыз. Егер сіз бұны баспай ұмытып кететін болсаңыз, сіздің видеоңыздың дауысы балаларға естілмей қалады. Осыны ұмытпаңыз. Одан кейін сабақ барысында сіз есепті түсіндіргіңіз келеді, немесе тақтамен жұмыс жасағыңыз келсе, онда доска дегенді басасыз. Міне, тақта ашылып жатыр. Бұл тақта барлық оқушылардың экранында ашылады. Менде бірден ашылып тұр, өйткені мен өткенде жұмыс жасап жүргеннен кейін осылай болып тұр. Ал сіздер бірінші рет кірген уақытта сіздерден сұрайды, тақтамен тек сіз қолданасыз ба, немесе оқушыларға да доступ береміз бе деп. Сол кезде, егер де сіз өзіңіз қана қолданатын болсаңыз, только я дейсіз, ал егер балаларды да қолданылғанын қаласаңыз, онда совместный доступ деп басасыз. Одан кейін оқушылар сіз сияқты тақтаға есептерді шығарып, оларды өшіріп, яғни сіз жасай алатын функцияның барлығын тақтада жасай алатын болады. Міне, онлайн сабақ барысындағы негізгі қажетті параметрлер, олармен жұмыс жасау осы. Әрине, бұл жерде тағы да айта кететін нәрсе, сіз сабақты аяқтағаннан кейін міндетті түрде қосқан записіңізді сөндіресіз, содан кейін барып барлық оқушылардың шыққанын қадағалайсыз. Егер оқушылар шықпай отыратын болса, өзіңіз шығарсаңыз болады. Жанындағы 3 нүктені басып, қазір ол көрінбейтін болар. Одан кейін қызыл выйти дегенді басып, жиналысты жабасыз, яғни сабақ аяқталғаннан кейін. Егер де қандай да бір жағдаймен оқушылар сабаққа қосыла алмай жатса, Microsoft Teams приложениясы арқылы сіз WhatsApp-тан осы сабаққа, осы конференцияға ссылка жібере аласыз. Ол үшін отправка приглашениені басасыз да, ссылканы копировать етіп аласыз. Сосын WhatsApp-тан сол кіре алмай отырған оқушыға жібересіз. Қандай да оқушыңыз сабаққа қатыспаған, қосылмаған болса, мұнда көрініп тұрады төменде. Сіз запросить присоединение басқан кезде ол оқушыға қоңырау барады. Сөйтіп, ол оқушыны да сабаққа қосып алсаңыз болады. Міне, онлайн сабақтың параметрлері осы. Негізгі және қажеттілері деген.